Edu тест платформасына тест қалай тапсырамыз? Бірінші код енгіз батырмасын басамыз. Бізге берілген промокодты енгіземіз. Және жіберу батырмасын басамыз. Тілін таңдаймыз. Және бұл жерде таңдау пәндер, негізгі пәндер ғана бар. Көзіңізде және де бастауышқа бөлек промокод берілетін болады. Бастауыш мұғалімдеріне керекті пәнді таңдаймыз. Осы жерден, мысалы информатика және бастау батырмасын басамыз. Бізде осындай ашылады. Жалпы 30 сұрақ. Тек пән бойынша тапсырасыздар. Сұрақты белгілеп, жоғарыда келесі деген батырманы басамыз. Осылай тест жасадым. 9 сұрақ осы жерде. Мысалы, бірінші сұрақтың үстінен басып, дұрыс жауабын көріп, және бізде бірінші сұрақ дұрыс болған, екінші сұрақ та дұрыс болған. Мысалы, үшінші сұрақ қызыл жанып тұр. Оны бассақ, бізде дұрыс жауабы А болады. Мен соны белгілеймін. Осылай қатты жұмыс көруге болады. Және төменде диаграммалар солар бар. Және біткеннен кейін шығу батырмасын басу қажет.